Сәлем достар, Кітап ал подкастына қош келдіңіздер. Бұл екінші маусым, екінші шығарылым. Бүгінгі тақырыбымыз кітап және ақша. Біз өздеріңіз білесіздер, бұл маусымда жаңа форматта міне офлайн көрермендерімізбен бірге үлкен қоғамдағы өзекті тақырыптарды кітап оқушының көзімен ашып жүрміз. Сол тақырыптардың бірі, үлкен тақырыптардың бірі ол ақша, кітап және ақша. Кітап оқушының ақшаға деген көзқарасы қандай, тағы да басқа тақырыптарды қозғаймыз. Резиденттеріміз Шыразаддин Қаниязов, филолог, аудармашы, Мирас Кесебаев, жазушы, мидың жұмысына қатысты тренингтер өткізіп жүрген, тренер десек те болады. Және мен, Данияр Жігітбек, жазушымын. Қаржы тақырыбынан да алыс емеспін. Енді, достар, бүгін осы бір ақша деген тақырыпты ашып көрейік. Сіздерге қолдауларыңыз үшін рахмет, лайк басып жатсыздар, комментарий жазып жатсыздар, тоқтатпаңыздар, бұл бізге үлкен күш береді. Біз бірге үлкен білім қорын, үлкен бір іс жасап жатырмыз. Бұл жерде сіздердің де үлестеріңіз өте зор. Енді кітап деген тақырыпты біз аштық. Бір маусым бойы кітапты қалай оқу керек, не үшін оқу керек. Бүгін ақша деген тақырыпты ашып көрейік. Мәке әдеттегідей өзіңізден бастайық. Ақша деген сіздің түсінігіңізде не? Ақшаға қалай анықтама бересіз? Жалпы ақшаға деген көзқарасыңыз қандай? Содан бастасақ. Ақша деген жақсы ғой. Көп болған сайын жақсы десең. Ақша деген өзім ойым дәл қазіргі уақытта мен үшін құрал негізінде. Осы жаққа мысалы көлікпен келсем де, магазин бар, бірден алсам да бір құрал, және ол құралға белгілі бір қабілеттер арқылы қол жеткізуге болады. Және бұл ақшамен қолымдағы бар мүмкіндіктерді көбірек қолдануға болатын нәрсе. Мысалы, бір мезгілде мысалы бір балық ұстасам, осы ақшаны қолдану арқылы бір мезгілде мен 100 балық ұстай аламын деген секілді бір құрал негізінде. Және ол құралға кез келген уақытта әрекет етіп, және адал жолмен қол жеткізуге болады. Мен үшін әзірге ақша деген осы құрал деген ұғымды береді. Неңіз қандай? Қарым-қатынасыңыз ақшаға деген? Позитив, негатив, жақсы көресіз ба? Қуалайсыз ба? Ақша туралы ақша мен үшін өте үлкен қатты материал бір мәселе болған жоқ. Ақша жетпей қалды немесе көп болып кетті деген секілді мүлдем ой болған жоқ. Әрекет етесің, өзі келіп жатады, кетіп жатады кететін жеріне деген секілді. Немесе ақша жоқ кезде бір іске тәуекел етесің, тәуекел еткен уақытта ақша да көбірек келе бастайды, сондай нәрселер байқаймын негізінде. Яғни ақшамен қарым-қатынас жақсы, бір-бірімізді сыйлаймыз, жақсы тұрып жатырмыз бірге. Айтады ғой, мысалы, ақша жүрекке кірді, кірген жоқ деген. Соны қалай бағалар едіңіз өзіңізде? Жүрек болып кетті ғой. Енді ақша жүрекке маған енді кіріп шыққан шығар, білмеймін, өзім қатты сезім байқалған жоқ. Бұрынғы мирас қандай болса, әліге сондай сияқтымын. Яғни мен енді кітап оқығанға дейін басқаша едім. Кітап оқығаннан кейін басқаша бір ой қалыптасты, бір құндылықтар қалыптасты, бір іргетас қалыптасты. Енді қазір уақытта ақша мен үшін енді қазір жел секілді, мен қалыптасқан іргетасты ол бұза алмайды негізінде. Мен ішінде қандай бір қабілеттер бар болса, сол қабілеттердің көбірек жұмыс істеуіне, көбірек танылуына ғана әсер етті. Жақсы, рахмет. Ал, Шәке, ақша деген сөзбен синоним Шыразаддин, бізде өзіміз чатымызда бар. Синоним етеміз. Сен көп айтпасаң, ақша туралы білмеймін енді. Мен ақшаны жақсы көремін, бірақ жүрекке кіргізбеген, бірақ сонда жақсы көремін. Ақшаға деген қарым-қатынасым өте жақсы. Өйткені мен үшін ақша бір өлшем бірлігі және адамдардың сенімінің жемісі ғой. Ақшаны көп іздендім, зерттедім, яғни ол не, маған кез келген нәрсенің тарихы қызық, шығу тегі қызық. Сонда ақша деген мысалы, қазір мен сізге 20 мың теңге берсем, ол бір қағаз ғой. Сіз оны 20 мың теңге деп мойындамасаңыз болды. Яғни ақша әрдайым екі тарап бірдей құн беру қажет бір өлшем бірлігі де. Сондықтан ол сауданы жеңілдету, мысалы ақша деген біз қазір не істейміз? Кез келген нәрсе ақша бұл дүниеде. Айырбасқа келетін кез келген нәрсе ақша. Мысалы бұрын ақша жоқ кезде не істеген адамдар енді кез келген жерде бір нәрсе сатып алуға немесе айырбастауға болатын бір өлшем бірлігі керек болған ғой. Қойдың терісін алған арқалап жүрген ғой. Мысалы екі қойдың терісін алады, арқалап сонау жолды жүреді. Бір нәрсе керек, міне қой берем, сен маған ас бер дейді. Яғни сөйтіп бірақ өйтіп тасып жүру қолайсыз болғаннан адамдар бір номиналды бір купюраға келсек дейді. Сол жерде тиындар шығады. Яғни мен мынаған құн берем, сен осы құнды мойында, сөйтіп екеуміз осымен айырбас жасайық, бәрінің ісі жеңілдейді. Мысалы Қылышты самурай деген кітап бар, өзіміз аударған. Сол жерде
Тойотоми Хидеоси деген жігіт сапарға кетеді, мамасы ине беріп жүреді. Иненің жасау техникасы ол кезде қатты қиын да, андай жіңішке қылып жасау өте қиын. Бірақ тасуға жеңіл. Және жол бойы бір нәрсе керек болса, бір инемен айырбастап отырасың. Сондай бір қызмет атқарады. Ақша да солай. Сондықтан ақшаға былай қатты мән берудің де қажеті жоқ, және оны төмен санап, былай негатив қарым-қатынас жасаудың да қажеті жоқ, меніңше. Сондықтан қалай бар, солай қарау керек, яғни өлшем бірлігі. Өлшем бірлігі айырбас құрал десек. Айырбас құрал, иә, міндетті түрде. Мен жалпы мынандай нәрсе байқадым. TikTokта енді тест үшін әртүрлі видеолар жүктеймін да, аудиторияны білу үшін, зерттеу үшін. Сөйтіп бізде бір корпоратив болды ғой өткен жолы неде, кітап алда. Сөйтіп бізде бір тамада ойын ойнатты. Андай көрген шығарсыздар, андай көзіңді байлап қояды да, жерге 1000 теңгелік, 2000 теңгелік шашып қояды. Сөйтіп қолыңа бір ойыншық күрек береді да. Сөйтіп ана ақшаны күреп, бүйтіп салуың керексің. 1 минуттың ішінде қанша, жарты минут па, жинайсың, сол ақшаны өзің еншілеп алып кетесің да. Сөйтіп сол видеоны, соны мен енді қанша, бір 5000 жинадым, көзім байлап қойған. Сөйтіп ананы салып жатырмын ғой. Сөйтіп соны неге сала салдым? TikTokқа. Енді рекке шығып кеткен, білмеймін, бір 800 000 ба, сондай болып кетті, көп қаралым болып кеткен. Сол кезде анау комментарийларды оқысам, мынандай сөздер жазып жатыр да. Бұлар ақшаны қорғылды ғой, аяқ асты етті ғой, тағы анау ақшаны, қағазды не істеп жіберген, әспеттеп жіберген да. Бірақ Шыраз өте жақсы айтты, ол біз ұмытпауымыз керек. Ол жай былайша айтқанда айырбас құралы, адамдардың келіскен. Мысалы, түрмелерде «Тайный язык денег» деген кітап бар. Сол жерде бір мысал келтіреді. Қазақшаға аударылған жоқ. Түрмелерде дейді, түрмелерде андай консервілер ақшаның рөлін атқарады екен. Кәдімгі консерв. Банкілерші. Темекі. Ол жерде ақша жоқ, бірақ өзара мысалы айтады, анау бәленше посылка келген, мынаны бересің ба дейді, онда мынанша екі консерв дейді, 2 консервке ауыстырады деген сияқты. Яғни кейде біз ақшаны бір тым қатты әсірелеп жүрмеуіміз керек, өйткені шын бағасын білуіміз керек. Ол айырбас құралы. Мысалы, біз ақшаның артында ақшаны неге бағалайтынымызды еске алайық. Біз мысалы 800 000 теңгені, 800 000 теңге көп па, аз ба? Сіздерге қалай? Аз ба, көп па? Әркім әртүрлі қабылдап тұр қазір. Біреуге көп, біреуге аз болып тұр. Мысалы, 800 000 теңгенің артында біреу айфонды көру мүмкін. Ол айфонды қатты бағалағандықтан 800 000 теңге оған көп болып көрінеді. Мысалы, мен айтамын да, мынандай арзан, қымбат деген түсінігі жоқ. Арзан, мысалы, бізде айтады, кітап тақырыбын қозғап жатырмыз ғой. Бізде подкаст болды, кітап ең құнды сыйлық деген. Мысалы, кейбір адамдар бар, айтады, ой, қазір кітаптар қымбат, 5000 теңге дейді, 10 000 теңге дейді кітап. Қымбат деп баға беріп тұр өзі, 5000 теңгені, 10 000 теңгені. Сөйтіп, мен айтам, бұл қымбат арзан деген жоқ. Сен кітапты соншаға бағалап тұрған жоқсың. Өйткені байқасаңыздар, кейде біз 10 000 теңгені болмайтын нәрсеге жұмсап жібереміз. Мысалы, мен анау қарасам, бургердің өзі бір 2000 теңге болады екен да. 2000 теңге болады екен бургер. 5 бургер ғой, мысалы, бір кітап. Бір кітапты оқысаң, қанша пайда аласың, қандай пайдаға кенелесің. Яғни адам, бізде кітапты қымбат деп айтатын адамдар, демек кітапты құндылығын соншаға бағалап тұр. Мысалы, қаншаға алғың келеді? 3000 теңге алғың келеді дейді. Демек, ол кітаптың құндылығын 3000 деп есептеп тұр. Сол сияқты ғой. Өте жақсы, ақша айырбас құралы өте жақсы ашылды. Енді біз оқыған кітаптарымыз еске алайық. Біздің ақшаға деген көзқарасымызды қалыптастыруға біз оқыған кітаптар қалай әсер етті? Шәке, қандай кітаптар оқыдың? Сен көп оқыдың ғой ақша туралы? Мен ақшаның тарихы, мақсат түрде көп оқыдым. Лайфхак, Шыраздың бір кітап оқу тәсілі бар, өте күшті. Ол бір тақырыпқа қанша 10 шақты кітапты алады да, бәрін оқып шығады. Және бұл өте жақсы тәсіл екен, бірнеше жерін естідім. Сөйтіп, сенің сол 10 кітап аласың бір тақырыпқа, бәрін оқып шығасың, 5-еуі пайдалы болып шығады, 5-еудің 1-еуі ең андай классикалық кітап болып шығады. Сөйтіп, сенің сол тақырыпты жабуға жеткілікті білімің пайда болады. Мысалы, отбасына, психологиясына қатысты 10 кітап аласың. Баланы тәрбиелеуге қатысты 10 кітап аласың, бәрін оқып аласың, сенде бір база қалыптасады да.
баланың тәрбиесіне қатысты. Мен енді ақша осы тақырыпқа бір 2 жылымды арнаған шығармын оқуға бұл нәрсені. Себебі білгім келді, ана бір қызық ойын ретінде қарадым да, және ережесін білгім келді, бұл ойын қалай ойналады деген секілді. 3 пен 4-ші курс осы ақшаға арналды ма деймін, қателеспесем. Осы ақша туралы оқуға. Нақты бір кітапты бөліп айта алмаймын, себебі қазір нарықта бар, тіпті көп білмейтін кітаптардың біразын оқыдым. Бірақ ана түйген ойларым қалады да. Сондықтан бір нақты бір кітапты бөліп айту қиын. Андай бір кітап қойды ғой, бір соңғы оқыған кітаптардың бірі мысал ретінде айтып жүрдің ғой. Экономика. Ол поведенческий экономика өте қызық. Яғни қай шешім неге негізделіп жасалады деген секілді да. Сол нәрселер өте қатты көмектеседі өмірде. Жалпы психология адамды зерттеу қызық та. Адамның әрекетінің негізін, себебін зерттеген қызық. Себебі өзін не үшін істегенін білген адам ақшасын үнемдей алады да. Адам өзін бір нәрсені не үшін істегенін білмесе үнемдей алмайды. Мысалы, менде бір мынандай бар еді. 2-ші курс, 3-ші курс оқығанда бір кафе, ресторандарға барам, тойып тұрсам да тамақ заказ беретінім. Адамдар ақшам бар екенін көрсін деп, яғни мен жей алатынымды көрсін деп тамақ заказ беретін. Жегіш екенімді көрсін. Жоқ, сөйтіп ол жыртқыш екенін. Іштегі комплекс та. Ол кезде іштегі комплекс бар еді. Мысалы, қазір таң қалады, мені өткенде трикомен Есентайда жүре беремін да. Емін еркін қалағанымды істеп жүремін. Себебі іште өзімде мәселе жоқ та. Адам өзіме-өз мәселесі болса, ақшамен де мәселесі болады. Ал ішінде өзімен қайшылығы болса, ақшамен де қайшылық болады да. Жаңағыдай мысалы, қанша ақша ысырап кетті мысалы. Кейде тек чай ішіп кофе ішетін жерде басқалар алып жатыр, аналар алып жатыр, мен қазір алмасам ақша жоқ деп ойлап қалуым мүмкін, так официанттан қайсысы болуы мүмкін дейсің да. Сөйтіп первый, второй тапсырыс беріп жеп алатын. Бірақ ол нәрсе тиімсіз деп, жаңағы салмақ қосасың, екінші жағынан шығын болады. Сол секілді бірінші адам өзін шешу керек, өзін шешу үшін өзінің әрекеттерінің негізін табу керек, түбін. Психологияға үңілу керек. Осы жерде не бар да, менде мысалы магазинге барасың ғой, нан алуға кіресің ғой, кейде жұмысқа кетсең, SMS қарасаң, нан аласыңшы дейді. Нан алайын десең, мысалы 100 теңге тұрады да. Сатушының көзінде бір арзан көргің келмейді де, қасында бір жаңа печенье алғың келіп тұрады шынарда. 100 теңгеге алып жатырсың ба, мені сол үшін қолданып жатсың ба деген сияқты ой келіп қалмасын деймін да. Қасына алды минуттарда зат алып отырсам, балама бір түсіп аласың деген сияқты. Енді өйтпейтін болдыңыз ғой. Подкасттан көмектесемін сізге. Мынау бір жақсы инсайт болды кітапқа қатысты. Қараңыздар, біз ақша деген кезде қазір ақшамен мәселесі бар адамдар біз көріп отыру мүмкін. Олар ойлайды, Давлатов бәрін ақша туралы кітаптар алып алады да. Не істейді ол, мысалы айтады, 10% үнемде, ананы 10% өзіңе қалдыр, қарыздан бүйтіп құтыл дейді да. Бірақ ол ойлайды да, оған көмектеспей жатады ол кітаптар кейде. Тура ақша деген тақырыптағы. Бұны тереңірек іздеу керек та. Ақшаға деген поведенческий психология деп тұр ғой. Адам не үшін осындай шешім қабылдайды? Нәпсі құмарлық, бағанағышы, біреуге бір нәрсе дәлелдеу деген нәрселер ғой бізді негізі ақша мәселесін қинап жатқан. Қарызға бату да сол, тойды мысалы кредитке жасау содан ғой. Бағанағы ішкі комплекстері. Демек, біздің оқитын кітаптарымыз да соған бағытталу керек сияқты. Яғни өзімізді тануға, өзіміздің мінезімізді поведенческий деген бағанағы не үшін бір әрекет жасаймыз, соған бағытталу керек деп ойлаймын. Сол кезде біздің ақшамен де мәселеміз шешілетін сияқты. Мен оқыған кітаптар маған дұрыс ойлауды үйретті да. Мысалы, өткенде бір түнде отырымда бір сағат алып келіп кетті. Сағатты, балакон турочканы жақсы көретін адаммын негізінде. Сөйтіп бір әдемі механический сағат көрдім. Енді 400 мың теңге тұрады, швейцарский. Қатты алғым келді. Дәл сол моментте сағатым жоқ, барлығы істемей қалған болатын. Алуға ақшам бар, толық жетіп тұр. Сөйтіп отырымда алғым келді, бәрі ұнап тұр енді нарда. Тұрды бір эмоцияны бастым. Сағат әдемі ғой, әдемі қойып қояды, видеолар әдемі, судың ішіне жүресің деген сияқты. Ешқашан зарядтамайсың, батарейка салмайсың. Мысалы маған смарт сағаттардан гөрі, сондай сағат айтты, смарт сағатты 2 күн сайын зарядтауым керек мысалы. Тауға шыққан кезде өшіп қалса дым пайдасы болмай қалады телефон, ол сағаттың. Ал мына сағаттар қанша судың астында жатса да істеп тұра береді. Отырымда эмоциямды бастында ақылға салдым. Дәл қазір осы сағат маған керек па? Қолымда жаңағы браслет бар, немесе телефон бар, екеуінде сағат бар, кей жер компьютерде сағат бар, ноутбукта сағат бар. Оның үстіне күнге қарап та қазір уже мысалы намаз уақытына қарап сағаттың қанша болғанын біле аласың да. Бала кезде біз қой бақтық, бір 3 апта сайын қой кезек келіп тұратын да. Қой баққан кезде уақыт деген өтпейді. Сол уақытта біз көлеңкеге қарап сағаттың уже жарты сағатқа дейін андай қателікпен нақты айтып бере алатынбыз. Қазір 3 немесе 3,5 болып тұр деген сияқты ше. Жерге таяқты қадап қоясың, көлеңкенің түскеніне қарап бірден сағат анықтай беретінбіз. Соны бәрін ойлап отырмын да, шын айтқанда дәл қазір маған сағат керек емес екен ғой дедім да.
сөйтіп барып иә мен жоқтың бәрін салыстырған уақытта маған сағаттың сол моментте керек емес екендігі жеңіп шықты да ана жерде бір эмоция бірден басылып қалды уже. Одан кейін қайтадан сағат алу деген сағатты көрсем де қызығушылықтардың барлығы жоқ болып кетті. Бұның барлығы бағанағыдай эмоцияны суық ақылға жеңдіріп дұрыс шешім қабылдауға әсер еткен кітаптардың нәтижесі деп ойлаймын осыны. Қандай кітаптар есіңізге түссе айта кетсеңіз? Енді бұны бағанағы жаңағы Давлатовтың кітабы немесе Вавилонда ең бай адам, бай әке кедей әке, ойланда бай деген кітаптардың әсері деп ойламаймын. Одан бөлек мысалы түрлі адамдардың өмірбаянын оқисың, мысалы Франклиннің өмірбаянын, момышұлының өмірбаянын, немесе бағанағыдай Че Гевараның, немесе Фидель Кастроның өмірбаянын оқисың. Сол әртүрлі адамдардың қолдарында билік жоқ кездегі әрекеті және қолдарында билік бар кездегі әрекетінің арасын талдау жасайды. Мысалы қолдарында билік жоқ, бірақ эмоция барды, ал қолдарында билік бар кезде уже эмоцияны басады да, тек қана ақылмен шешім қабылдайды. Сол оқыған кітаптардағы нәрсенің бәрі менің миыма жазылды бір программа ретінде. Сол программалар керек уақытында іске қосылды да, оны ми ешқашан ұмытпайды, қай кезде қандай программа қолдануды біледі. Ми деген ақымақ, бірақ керемет қолбасшы да. Ол сен дұрыс емес бағыт берсең де соға қарай кете береді. Ал бірақ саған керек кезде жұмсай білсең, ол саған нақты керекті бағдарламаларды шығарып береді да. Мен қазір мынаны алайын деп отырмын, не істеймін десең, ол саған дұрыс бағытты көрсетіп береді. Оның барлығы бағанағы дұрыс кітаптарды оқудың нәтижесінде пайда болған базаның әсері негізінде. Егер мен миымда оқыған кітаптардың бәрі тек қана бір махаббат туралы кітап болатын болса, мен бағана сағат алып қоюшы едім да негізінде. Өйткені сағатты алып әйеліме көрсетіп, бір жаңағы эмоцияға беріліп деген сияқты жүруші едім. Тек қана Инстаграм көре берсеңіз, блогерлерді көре берсеңіз, ол кезде мен мына басқаша киім киемін, мына жерде қызыл триком мына жақта бірдеңе алып жүруші едім да. Бізде проблема сол ғой. Кітап оқылмайды, блогерлерді көреді. Ол жақта ол өзінше бір нәрсе дәлелдеп жүр ол. Қарызға досынан бір нәрсе алып, бір соңғы ақшасына бір айфон алып, машина алып, бір нәрсе дәлелдеп жүр ол ғой, дұрыс қой. Сөйтіп, ол дәлелдеп жүр, мына жақта сен нетіп жүрсің, ауырып жүрсің да. Қашан мен телефон алам, анау сияқты, қашан анау сияқты жүрем деп ойлап жүресің. Неге? Өйткені база жоқ бағанадай, ойлану жоқ. Жануар сияқты болып кетесің ғой сен. Оның үстіне бар ғой, мынау инстинктпен ойланасың. Мынау бізде андай сөз бар ғой, негізінде кіммен дос болғанын қара дейді, немесе жаңағы ізгі адамдармен дос бол дейді ғой. Бізде әлеуметтік желі кез келген адаммен дос қыла алады да. Сен енді ол сенің дос екенін білмеуі мүмкін, бірақ сен оны дос санап жүрсің да. Соны өмір сүру стилін өзіңе сіңіре бастайсың. Андай даже статистика бар. Егер араласатын 5 адамның ішінде біреуі семіз болатын болса, сен де семіре бастайсың негізінде. Немесе араласатын 5 адамның ішіндегі біреуі спортпен айналысатын болса, сен де спортпен айналыса бастайсың да. Демек, енді адамның көп жүрген 5 блогерінің 3-еуі бағанағыдай машинасын өртеп, телефон алып, оны сындырып, рейтинг жинап жүрсе, немесе әдемі киініп деген секілді. Саған да сол нәрсе жұға бастайды, сенің де түп санаң сол нәрсеге тола бастайды да. Сөйтіп бағана сенің қабылданатын шешімдердің барлығы уже жаңа ақшаны ысырап қалып келетін, кредитке тығатын, қарызға кіретін шешімдерге алып келеді. Шәке, ойдан дедің. Кредит демекші, өткенде айтып ем, бір рилста айтып ек, buy now pay later деген жүйе бар да. Осы кредит негізі Американың бірінші орынға шығарып тұрған осы кредиттік жүйе да. Яғни қазір аласың, ақшасын кейін төлей бересің деген. Ондай кезде психология андай ғой. Мысалы, дәл қазір осы жерде бір доп тұрсын. Бұл доп ар жаққа барса кішкентай болып көрінеді ғой. Сол секілді ертең төлейтін ақша да бір құнсыз, оп-оңай төленетін секілді көрінеді. Және әрдайым адам өзінің болашағын тым позитив ойлауға бейім. Сондай жаратылыс та, яғни мен қазір бүйтіп жүрмін, бірақ ана жерде табысым екі еселенеді, қатты көтеріліп кетемін деп ойлауға бейім да. Сөйтіп, аналар ұсақ, мен көтерілетінім точно, анау аз болатын точно дейді. Бірнеше кредитті өзіне жүктеп алады, займ алады, не істейді. Сосын соның астында көміліп қалады. Бұл бағанағы өзінің нәпсісі ғой, бұл нәпсісі дейді ғой, енді инстинкттері. Мен мысалы бағана Бенджамин Франклинді айтты, өмірбаянын, мәкең. Сол Бенджамин Франклин кім бар оқыған, оқыңыздар ма өмірбаянын? Өте, енді тілі бәлкім қиын болуы мүмкін, орысша аудармалар әртүрлі оның. Бірақ ол кітаптан біздің үйренетініміз бір тұлғаның өзін жеңу арқылы қалай үлкен жеңістерге өмірде жеткен. Мысалы, ол Америка президенті болмаған кісі, бірақ Америкада кез келген президенттен артық іс істеп тастаған адам. Ол бағанағы өмірбаянында өзімен өзі қалай күресетінін жазады, тамағына дейін рационын өзгертеді. Яғни былайда өзінің нәпсісін ауыздықтай білген кезде, ода билік те пайда болды, байлық та пайда болды, бәрі пайда болды ода. Ол андай жігіт болған ғой енді. Аузын жауып тастайтын, бір дәлелдейтін, бір эмоцияға берілетін адам болды да. Бірақ осы Бенджамин Франклин сондай бір үлгі бола алады. Осы тұрғыдан, яғни сен өзіңді, нәпсіңді ауыздықтаған күні, сен
бүкіл әлем саған кеп иіледі да, билікте, байлықта бәрі. Сол үшін енді біз қазір қоғамдағы бір ақшаға қатысты проблемалардың бір қатарын шетінен қозғап жатырмыз. Мысалы, жастар арасында, мысалы, займ алу, кредит алу, тағы не бар? Олимпет бар, бағанағы букмекерлік ақша тігу, қаржылық проблемалар осыдан туып жатыр. Қаржылық пирамидалар әртүрлі. Неге бұлар әлі өмір сүріп жатыр бұлар? Демек, халықтың тарапынан сұраныс бар оған. Демек, халық адамдарда бұл нәрселерді қажет етіп тұр. Сосын олар ұсыныс ретінде, олар да кәсіп ретінде дамып жатыр, мысалы үшін. Енді бәрі түптеп келген кезде бағанағы мәселеге келіп тіреледі ғой. Шыдамсыздық, ашкөздік бәлкім. Оған негізі бәлкім енді қатты қиналып жатыр деп. Мысалы, мен әлемнің біраз елдерінде болдым да. Мен сол кезде көрген кезде түсінгенім, Қазақстанда негізі жағдай салыстырмалы түрде аналарға қарағанда жақсырақ екен. Өйткені біз негізі көп саяхаттай бастасақ, түсіне бастаймыз. Бізде жағдай біз ойлағандай жаман емес екен. Бізде адамдарда бір бәлкім асығыстық деп ойлаймын. Байлыққа деген асығыстық, сосын бағанағы әлеуметтік желідегі өтірік, әдемі өмірді көрсету бәрі ықпал етеді. Анау не ойлайды, мынау не ойлайды деп бізде адамдарда осындай бір асығыстықтан болып жатыр деп ойлаймын. Қалай ойлайсыздар? Өткенде бір оқиғаны айтады бір кісі. Бір таныс ағасы 30 миллион теңгені бір қаржылық пирамидаға апарып берген ғой. Сөйтіп енді қазір соттасып, әлі алмай жүр, өндіре алмай жүрді да, ақшасын кері. Егер адамның қаржылық пирамидаға беретін 30 миллион болса, демек ол еш нәрсеге мұқтаж емес қой. Қандай стимул оны оған баруға итермелейді деген нәрсе қызық та. Сонда адам біріншіден логикасы точно қате. Кез келген адамға түсінікті, яғни егер біреу саған пирамида деген не? Тез пайданы, көп пайданы тез арада, аз уақытта ұсынады ғой. Ол автомат түрде қате. Яғни ақша салғанда да бір өнімі шығатын, және немесе бір өндіріс процесі бар, жұмысқа салу керек та. Сондай негізі фильтрларды дұрыс қоймағанның кесірінен андай пирамидаларға ұрынады. Мысалы, система Понси деген бар. Америкаға итальянец Понси деген кісі келеді. Естігендер бар ма? Понси деген итальянец келеді 23 жасында. Көтерілем дейді, қалай болмасын. Ең бірінші келген адамның ақшасын алып, кейінгі адамға беру деген жүйені сол шығарады. Сөйтіп үлкейтіп, ол бірақ бірден ондай пирамидаға көшпейді. Ең бірінші почтовый маркалар болады ғой. Сол маркаларды айырбастап отырады. Мына марка мынаншаға беремін деп. Бірақ марка қағаз санынан гөрі ақша саны көп болып кетеді. Сөйтіп тексеріске алады, сөйтіп оның ісі ашылады да. Сол секілді кез келген нәрседе адам дұрыс фильтр қою керек, яғни бір әлемнің жұмыс істейтін логикасы бар ғой. Сол логикаға қарсы нәрсеге бармау керек та. Мысалы, еш нәрсе бір өнім шықпаса, бір өндіріс болмаса, бір зауыты болмаса, демек ол нәрсеге автомат түрде сенуге болмайды. Сосын екінші нәрсе займ. Көбінесе қазір микрокредиттер алады ғой. Микрокредит дегеніміз Алматы қаласында бір-екі ғана нүктесі бар, кішкентай ғана жекеменшік компания. Оған жұмысқа кіретін кез келген адам кіре алады да. Және сіз сонда өзіңіздің жеке ақпаратыңызды, төлқұжатыңыздың ақпаратын белгісіз біреуге, және сенім жоқ біреуге, және өз қызметкерлеріне жауап бере алмайтын бір жекеменшік кішігірім компанияға сенім тапсырып жатсыз да. Қазір көбісі айтады, менің атыма үй алып қойыпты, менің атыма кредит алып қойыпты деп. Себебі қызметкерлердің сапасы төмен, содан кейін соған ілінеді. Сондықтан ондай компанияларға жоламаған абзал. Енді екіншісі, бір нәрсе алғысы келеді адам. Сол кезде шынымен ол маған керек па деп ойлану керек. Ойлану үшін кітап оқу керек. Қосып жіберейін. Кітап оқу керек енді. Жалпы менде өзімде былай, кітап оқыған уақытта ақша аз құртам. Неге? Осыны бір зерттеп ақшаның бәрін кітап құртып қойдың ғой десең. Жоқ. Қызық емес болады, және басқа нәрсе. Ал кітап оқымасам бір жерде тамақ ішіп, ойланып отырғым келеді, бір нәрсе қараймын, тамақ іше беремін. Ал кітап оқысам еш нәрсеге ойымды бөлгім келмейді. Себебі кітап миды қозғағаннан кейін әр шешім более рационально қабылданады да. Миды қозғайды, сезімдерді бәсеңдетеді. Иә, бәсеңдетеді. Осыны Мәке ашып көріңізші, сіз мидың жұмысын зерттеп жүрген адам ретінде кітап оқу адамды бір стрессті азайтады, анау сезімдерді кішкене отырғызады. Сол сияқты адам мына шешімдер бәрі сезіммен болып отыр ғой, эмоциямен. Қарызды да эмоциямен алады,
тағы басқа да эмоциямен кіріп жатыр. Бағанағы алдыңғы подкастта мысал келтірдім ғой негізінде, жаңағы біз жүрек деген патша дедік, ақыл деген уәзір дедік, ал осы уәзірге бағана құмарлық, ашусызден бағыну керек дедік қой негізінде. Қарап отырсақ, мынау ми солардың барлығын суық ақыл деген нәрсе ғой енді. Ақылдың бәрі мида, ми дұрыс шешім қабылдау керек. Бағанағыдай эмоцияға берілетін нәрсенің барлығы бағанағы сезімдерден келеді да. Олардың барлығы ақылға бағыну керек. Ал ақыл бағанағы жүректен бұйрық алу керек та. Енді біз ақылымызды дамытуымыз үшін біз енді ақылдың өзі бір база негізінде бір қойма, оның ішіндегі шешім қабылдауға қажет болатын ақпараттар осы кітап арқылы қалыптасады. Қаншалықты көп пайдалы кітап оқисыз, сол арқылы дұрыс шешім қабылдауға көбірек оңай болады негізінде. Енді миға біз көбірек жақсы ақпаратты толтырып берсек, кейін кез келген адамда неше түрлі оқиғалар болады. Мысалы, бір ауырып қалады, біреу үйленгісі келеді, біреу қарыз алғысы келеді, біреуден жаңа жұмыс сұрағысы келеді. Солардың барлығында шешім қабылдайтын ми негізінде. Осы жерде біз бағанағы сезімдерді дұрыс басқара білсек, мысалы құмарлық айтып тұрса, давай біз лучше барып дәл қазір букмекер кеңсеге салайық та 3 есе коэффициентпен 3 есе артық ақша алып алайық десе, ақыл ойлауы мүмкін. Біріншіден кітап оқу арқылы шешім қабылдау мүмкін да. Біріншіден бұл іс адал емес, арам. Ұтқан күннің өзінде ол ақшаның өзі сенің айтқанда харам болады да. Жегенің де харам, отбасыңа бірден алып барсаң да ол да арам болады. Арам ас адамның денесінде 40 күн бойы уже қорытма жата береді, әсерін беріп жата береді. Екіншіден, оның ұту ықтималдығы бар, ұтпау ықтималдығы бар. Банк иесі әрдайым жеңісті да негізінде. Үшінші нәрсе, бұл нәрсе тез арада баю деген жаман идеяны адамның басына енгізіп тастайды. Айтын бағана ми деген жақсы мен жаманды ажырата алмайды. Егер миға біз букмекерлік кеңсеге ақша тігу арқылы көбірек ақша таба аламыз деген ұғымды, түсінікті беріп жүрсек, ми соны келесі жолы жақсы нәрсе екенін қабылдап алады да. Ұтқан кезде адамда дофамин бөлінеді. Оны ми есте тап қалады да, адамға тағы бір қайталап жібермедік пе деп ылғи есіне салып отырады. Адам енді ақылы сау кезде қабылдауы мүмкін, бірақ бір күні қиналып отқан уақытта, ауырып отқан уақытта, немесе көңіл күй түсіп отқан уақытта, немесе қыз ұрысып беруі мүмкін, ата-анасы ұрысып беруі мүмкін. Сондай әлжуаз кезінде, яғни шешім қабылдауға әлжуаз болып тұрған уақытта, эмоция мықты болып тұрған уақытта, ми тағы да сен қазір көңіл күйің болмай тұр, сенің көңіл күйің көтеретін нәрсе айтайын ба дейді, дофамин көтерілген сәтте есіне салып жібереді. Кетіп ақша салмадық па деген секілді. Адам сол уақытта еріп кетуі мүмкін, қалай кетіп қалғанын да байқамай қалуы мүмкін. Сол үшін ақылға әрдайым біз дұрыс ақпарат беріп отыруымыз керек. Бағанағы кітап оқыған уақыттағы дұрыс шешім қабылдаудың әсері осы ақылды дұрыс ақпараттың толтырудан пайда болады. Сен мысалы бір кітапты оқыдың, мысалы болашаққа саяхатты оқыдың, былай қарасаң әдеби кітап. Оқыдың, ішіндегі адамдардың заманға дейінгі қиын өмір сүрген кезін оқыдың да. Мысалы дәрігер дұрыс қарамағаннан 2 баланың саусағы бірігіп қалады негізінде. Мысалы дәрігердің салақтығынан деген секілді. Немесе ішерге тамақ таппай таза ауаға шығып таза ауада демалады, өйткені ішетін тамақ жоқ. Таза ауамен қарнымызды толтырып жатырмыз дейді. Мысалы пайғамбарымыз өмірбаянын оқисың, мысалы қарны аш кезде ішін тамақ болмаған уақытта ішіне тас салып жүрді негізінде. Бәрін оқисың да артынан сенде басылып қалады. Мен үйде шүкір, ана жерде күріш, макарон толып тұр, ет холодильникте толып тұр. Мен жаңа ғана тамақ іштім. Дәл қазір қосымша барып KFC жегеннен маған не пайда деген нәрсе туындайды негізінде. Ол уже эмоцияның басылып, ақылдың жоғарыға шыққан нәтижесі негізінде. Мен осы ойды қайталаудан жалықпаймын. Адам ойлануды тоқтатады қашан? Кітап оқу тоқтатқанда. Бізге кітап ауадай қажет қазір кезде. Өйткені бағана эмоцияларымызды басады, ойымызды іске қосады. Сол кезде адам мынандай бір асығыс шешімдер жасамайтын болады. Сол үшін кітаптың былайша айтқанда стресс басатын бір несі бар ғой, эффекті әсері. Сосын біз қандай кітап оқуымыз керек дегенде, мынау Вавилондағы ең бай адам деген кітапты білесіздер, иә, барлықтарыңыз. Ол кітап классикалық кітап дер едім, және ол былайша айтқанда енді Вавилон заманындағы адамдарды сипаттайды. Қарасаңыз, қазіргі заманның адамдардың сипаты. Ол кездегі қаржылық проблемалар қазір де бар да. Бірақ сол бір әдеби стилде жазған біріншіден, екіншіден адамның уақыт өзгерсе де адамның табиғаты өзгермейтінін көрсететін кітап. Және ақша адамның табиғатына тікелей байланысты нәрсе екенін көруге болады. Яғни сенде ақша бар ма, жоқ па, ақшаңды ысырап қылып тастайсың ба, жоқ, дұрыс жаратасың ба, бұның барлығы былайша айтқанда сенің табиғатың негізі. Ақша әшейін соның бір көрінісі бетіне шыққан. Мысалы, кім Марғұлан Сейсенбай ағамыз айтады ғой, енді миллиардтарды көрген кісі мынандай бір кеңес айтады. Ақша 2 түрлі қасиетке беріледі дейді. Ол біріншісі сабыр, екіншісі тәуекел. Яғни біз бұны
бұрынғы заманның кітаптарынан классикалық замандар екшеп бір осы уақытқа дейін жеткен кітаптарымызды қарасақ, мақалдарымызды қарасақ, бағанағы осы нәрсені түсінеміз. Хадистерді жалпы заманның сүзгісінен өтіп бізге келген кітаптарды оқу осы тұрғыдан пайдалы. Өйткені ақша деген түсінік ол бұрында болған. 2000 жыл бұрында, 4000 жыл бұрында болған және бола береді. Біз осы кітаптарды оқу арқылы, былайша айтқанда, бағана айттық қой, сабыр, тәуекел деген құндылық мәселелерін бекітеміз өзімізде. Бізде проблема қазір құндылықтармен болып жатыр да. Құндылықтар, мысалы, еңбек ету құндылығы деген бар. Еңбек ету құндылығы, мысалы, бағанағы әлеуметтік желіде арзан ақшаға жарнама қатты жүріп жатыр. Сен саласың, бітті, сенде ақша пайда болады. Ақша табу оңай деген месседжді жібереді. Сен мына жақта қиналып жатсың, мысалы үшін, былайша айтқанда. Ақша табу. Енді оңай дегенде, былайша айтқанда, бүйте саласың, бола салады дегендей қылып ұсынады да. Бірақ ақша табу үшін сабыр керек, күту керек нәтижесін, тәуекел ету керек, еңбек ету керек. Бұның бәрі құндылықтар. Бұны қазір әлеуметтік желіде айтпайды. Бұл керісінше нәрселерді айтып жатыр. Айсбергтің бетін ғана айтып көрсетеді. Иә, бетін көреді. Бұны біз кітаптардан бағанадай біле аламыз. Осы жерде бір ақшаға деген көзқарасты қалыптастырудағы ертегілердің рөлін айта кетсек. Біз оқыған ертегілерде қандай? Кедейлер жақсы, байлар жаман деген көрсетеді. Бұл бірақта байқасақ кеңес үкіметі заманында пайда болған, немесе сол кездегі цензураға сәйкес құрастырылған ертегілер болуы мүмкін. Яғни біздің ақшаға деген көзқарасымызды қалыптастыруда ертегілер өте қатты рөл атқарады. Балалық кездегі образдар. Тіпті анау айтады ғой, сен бала кезде кім болды армандадың, қай мультфильмнің образы саған есіңе келеді деген сияқты. Яғни біз образдармен ойланамыз, образдармен шешім қабылдаймыз. Бізге бәлкім қазір кезде сондай бір образдар жасау керек шығар. Бай адамның жақсы образы. Исламда мысалы байлықтың жақсы образдары көп. Исламның араб ертегілерін оқып көрсеңіздер, араб ертегілерінде бай адамды бір красавчик қылып көрсетті. Анау енді бәрін, отбасын, айналасын жарылқайды, өте пайдалы адам. Бірақ біздің мына кеңес, мен бір кітап алған балама, бір ертегі кітап. Ана ішінде қарасам, бай сұмырай, кедей красавчик. Ананы оқыған адамда байлыққа деген негатив қалыптасады ғой. Бізде осы нәрсе әлі бар. Енді бір тұздық болсын деп. Не нәрсе? Бақыт формуласында. Имам Ғазалидің бақыт формуласы деген кітабы. Бақыт формуласында айтады. Тозаққа қарасаң көбі байлар екен. Жақсы нәрсе деді дегенге. Сол сияқты енді. Мәселе былай, ақша деген ол тек бір құралда көрінісі. Жаңа мысалы қол сілтелетті, бірақ бір заманда қылышпен, бір заманда автоматпен деген секілді. Бірақ факт қол сілтенеді деген секілді. Ақша да сондай бір құралды. Адам көбінесе не істейді? Адам қарызға батса да, бір нәрсе сатып алса да, не істесе де, ол арқылы өзінің бір жанының бір кетігін жамағысы келеді. Мәселе сонда. Адам соны түсіну керекті. Және өмірде бір нәрсені ойлағанда ақша элементін алып тастап ойлану керек. Мысалы өзің біреумен салыстырасың ғой. Ой, біреуге қызғасын, мынау күшті, осы сияқты болғым келеді деп. Енді қызығып тұрған адамыңнан, мысалы блогерінен ақша элементін алып тасташы. Қызығатындай бір нәрсе қалды ма? Сенен асып тұр ма ақша элементін алып тастағанда? Сөз саптауы қалай, білімі қалай деген. Жоқ, ондай параметрлер көп, бірақ ең бастысы ақша деген элементті алып тастау керек. Себебі ол андай өмірлік маңызды элемент емес те ол. Мәңгілік қалатын, туа бітті бір элемент емес. Өміріне сондай бір әсер ететіндей бір қатты блюпринт деген сөз бар ағылшын тілінде. Ол не береді? Адамның бір өміріне тікелей әсер ететін бір тұстар болады. Ол ақша ондай емес. Ақша бірде келеді, бірде кетеді, бірде көбейеді, бірде азаяды. Оған қарап адам өзін бағаламау керек те. Ал сосын тағы бір мәселе бар. Көбінесе адам өзін сенімді сезіну үшін, өзін қауіпсіз сезіну үшін, өзін жақсы көретін сезіну үшін, немесе өзіне жетпеген махаббатты толтыру үшін ақша құртады. Қазір сенде болмаса, егер сенде қазір бір сезім болмай тұрса, ақша арқылы ол сезім толмайды.
соны түсіну керек та. Бірақ оны адам түсінеді, бірақ құртып барып түсінеді да. Оны қарызға, кредитқа бір нәрсе алып болғаннан кейін түсінеді. Егер сіз дәл осы сәтте, дәл осы орында бақытты бола алмасаңыз, өзіңізге сенімді бола алмасаңыз, ақшамен де сенімді бола алмайсыз. Ана Джордан Питерсон бар ғой, сол айтады, бай мен кедейдің бір айырмашылығы бар дейді. Кедей бір нәрсеге налып жылап жатса, бай болсам шешілетін шығар деп үміттенеді дейді. Ал бай Rolls-Royce'ның ішінде жылап отырып, ол енді шешілмейтін біліп жылайды дейді. Сол секілді сіз қазір мәселені шешпесеңіз, өзіңізбен өзіңіз мәмілеңіз дұрыс болмаса, ешқандай ақша сізге көмектеспейді. Ал сіз өзіңізбен өзіңіз мәмілеңіз жақсы болса, ақша деген қайтсам өзенде ағыла береді. Жеңіл келеді ол. Постэффект, иә, ол міндетті түрде келеді. Қарым-қатынас керемет болады. Сондықтан ең бірінші адам өзіне үңілу керек. Ал адам өзін қайдан біледі? Кітаптан көреді. Адам кітапқа үңілгенде өзі ашылады. Адам кітаптың бетін ашқанда іштей өзі кітапқа ашылады да. Сол кезде өзін шығарып алады кітапты оқып отырып. Өзінің андай бір сезімдерін, менде де осы кейіпкер сияқты ой бар еді, менде осы секілді бір пікірім бар еді деп. Сөйтіп әр кітаптан өзінің бір бөлшегін шығарып, бір тұтас тұлғасын құра болады да. Сол үшін адам өзін тану керек. Сол кезде сенімді болады. Көбісі айтады енді маған, өткенде біреу, Жамбылдың жасын берсін, Абайдың ақылын берсін, Шыраздың самооценкасын берсін дейді. Дос сөйлеп отырып. Сол секілді. Егер сіз өзіңізге шын сенімді болсаңыз, өміріңіз бәрі күшті болады. Көбісі айтады, жолым болғыш дейді. Жолым болғыш емес, мен өзіммен өзім мәмілем дұрыс, өзіме сенімдімін. Егер сіз өзіңізбен қарым-қатынасыңызды жақсартсаңыз, бәрі солай жеңіл болады. Ол ана қиын нәрсе емес, ақша табудың тәсілі көп, амалы көп. Тек бір белгілі бір құны бар деген секілді. Ал оған бір эмоция, сезім жүктеудің қажеті жоқ та. Ақша тек айналым құралы жаңағыдай. Бір нәрсені беру үшін, бір нәрсені алу үшін бересің деген секілді. Бұдан артық ешқандай миссиясы да, қызметі де жоқ. Сондықтан дәл қазір өзіңіздің жаныңызды жамауыңыз керек. Өзіңіздің проблемаңызды материалдан емес, іштен іздеуіңіз керек. Ол материал деген қандай кітаптар ұсынар едің осы тұрғыда еске түсіп тұрған? Өзіңмен мәмілені дұрыстау үшін финансист бола ма, болмай ма? Сіз айтқан жаңағы тайный язык денег деген. Тайный язык. Осы тұрғыда мен толтыра кетейін. Тайный язык денег деген кітапта мынандай бір жақсы сөз бар. Сен ақшамен қай тілде сөйлессең, ол сенімен сол тілде сөйлеседі дейді. Мысалы, мынандай айтады да, мысалы, тілі қандай болуы мүмкін? Қарыз, ол кредит, қарыз емес, кредит, ол асығыстықтың ақша түріндегі көрінісі. Инвестиция сабырдың ақша түріндегі көрінісі дейді. Сондай да, мысалы, немесе инвестиция үміттің ақша түріндегі көрінісі дейді. Демек, сен ақшамен қай тілде сөйлессең, ол сенімен солай сөйлеседі. Сен оны менің айтады ғой анау, ақша жақсы құл, бірақ жаман қолбасшы дейді да, басшы. Өйткені біз кейде адамдарға қарасам, ақшаны бастық етіп алады да өзіне. Сосын соның құлы болып жүреді. А сен керісінше болу керек еді ғой. Сол үшін біз өзіміздің ақшамен қалай сөйлесетімізге бір мән берейік. Қалай сөйлесесің сен? Бұны кім деп көріп тұрсың? Бізде анау кейбір психологиялық тренингтерде көзіңді жұмып қояды да, елестет дейді да, ақшаны елестет дейді. Қалай көріп тұрсың дейді. Арт жағыңда ма, алды жағыңда ма, қалай кеп тұр ол саған дейді да. Яғни сен бағанағы оққан ертегілерің болуы мүмкін, отбасыңдағы ақша туралы әңгімелер болуы мүмкін, бағана өзіңді қазбала деген нәрселер бар ғой. Сол сенің қазіргі ақшаға деген көзқарасыңды қалыптастырып үлгерді. Бірақ оны өзгертуге болады. Сол үшін өзіңіздің ақшамен қалай сөйлесетіңізге мән берсеңіз, көп нәрсені түсіне бастайсыз. Мен қалай сөйлесем деген сияқты. Сол кітапта тағы мынандай бір зерттеудің нәтижесін келтіреді. Адамдар жай бай болғысы келмейді. Мысалы біз үшеуміз отырсақ, әрқайсымыз қалған екеуінен бай болғысы келеді. Түсінесіз бе? Тез бай. Байлық деген салыстырмалы нәрсе де. Мысалы сіз мұнда отырған адам 1850 жылғы кез келген адамнан байсыздар. Бірақ сіз олар омен салыстырың, жалпы байлықтың бір универсал көрсеткіш жоқ та, ол әрдайым жанындағы адамдардың жағдайына қарап өлшенеді. Анау неге мамасына, әкесіне көлік сыйлап отыр, мен қашан сыйлаймын? Иә, мынау жақсы не істейді деген. Себебі осыған қатысты не істейді? Ана Америкада сауалнама жасайды, қаншалықты ақша сізді бақытты етеді деген. Сонда бір белгілі бір уақыт аралығында жасап тұрады сауалнаманы. Сауалнаманың жауабы, нәтижесі көршілердің табысы ауысқан сайын ауысып тұрады екен.
Мысалы, егер көршіңіз сізден азырақ тапса, сізге азырақ ақша жарайды, бірақ сізден көбірек тапса, сізге көбірек ақша керек деген секілді. Демек, салыстырмалы, біреуден жай байғысы болғысы келмейді, біреуден бай болғысы келеді. Иә, сондықтан жаңағы нәрсеге арбанбау керек та. Менде мынандай нәрсе болатын, бұрын қолыма ақша түссе, құтылуға тырысатын едім, бірақ оны мен білмедім. Бірде болды, мысалы, ең бірінші миллион тапқанда 15 күннің ішінде құрып жібердім. Ана біреуге сыйлық алдым, үйдегілерге не істедім, ешкім сұрамаса да. Қарасам, бала күнгі неден қалады екен, ол травмадан. Яғни бала күнгі әсерде бізде артық ақша болса, міндетті түрде бір проблема шығатын еді. Үйде артық ақша болады, сол ақша жұмсалу керек, бір проблема шығады да. Соның бір ұстаным пайда болды. Біреу ауырып қалады, бір нәрсе сынып қалады, бір нәрсе қирап қалады, біреудің еміне керек болады. Мен ол кезде оны білмедім. Мен қазір ойланып, қазір енді өзіме көп үңіліп, көбісі айтады ана, жалғыздан жалғыз тамақ іше беретін әдетім бар да. Қалай отыра бересің дейді өзіммен өзім. Наоборот, өзіме үңілемін деймін де. Осындай нәрселерді іліп аламын. Ақша жиналса бір проблема шығатын еді. Сол кезде мен өзім алғаш миллион тапқанда, менде қазір ақша бар, демек бір бәле келмеу үшін тез құрып жіберуім керек деген түп санаммен ақшаның бәрін таратып жібергенмін ғой. Бірақ оны сен айтпайсың ғой. Мен оны білмедім, мен оны бір жылдан кейін ғана түсіндім солай істегенді. Енді бұл ұстанымды өзгерттің ғой. Иә, қазір мүлдем олай емес те. Сол секілді бізде андай травмадан сау адам жоқ та. Бәрінің ішінде бір бала күні қалған бір әсері бар. Соны отырып шұқылап отырып қазсаңыз, қазіргі жағдайда 100 есе бақытты боласыз, дәл қазіргі материалдық жағдайдың өзінде. Осы мәселеде екі кітап есіме түсіп тұр. Қазақша өкінішке қарай әлі жоқ. 5 травм деген кітап бар, Лиз Бурбо. Сосын «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей» деген кітап бар. Осы екі кітапты оқу арқылы да адам өзін түсіне бастайды. Травмасы дейма, басқасы дейма, установка дейма. Біз мына әңгімені қалай айтып отырмыз? Кітаптың жемісі. Достар, сол үшін кітап оқиық, біз енді шырпыр болып насихаттап жүрміз. Мәке, анау сөзіңіз әлі пісіп тұр ғой, мен сізді бақырып бағана бір ой келіп тұр. Ұмытпай тұрғанда айтыңыз. Негізгі біздің проблема мынадан басталды. Мысалы, мен 91 туылғам. Әке-шешем болсын, сол кеңес өкіметінде заманда халықтың жағдайы бәрі бірдей болды орташа. Біреу тым қатты байып кеткен жоқ, біреу тым қатты кедейленіп кеткен жоқ. Ол уақытта тіпті кедейлердің өзін жақтырмайтын да. Кедей деген, яғни жұмыс істемейтін адам жақтырмайтын, бәрі жұмыс жасайтын да. Қалай тәуелсіздік алдық? Уже коммерсанттар пайда болды, алыпсатарлар пайда болды. Бұл кезде ондай нәрсе болмайтын. Ондайларды бірден түрмеге жіберетін КСР-ның кезінде. Көптеген мемлекеттік мекемелерді меншікке берді. Бізде қоғамда бірден байып кеткен адамдар пайда болды да. 6 айдың ішінде байып кеткен кісілер болды. Олардың балалары да андай, мысалы, мектепке мықты киіммен келеді, мықты машинамен келеді, мысалы, әкеп тастайды. Олар переменге шыққан сайын магазиннен барып күшті заттарлар тамақ алып жейді, мысалы. Ал сен, мысалы, үйге барып бірақ тамақ жейсің да, мысалы. Соның бәрін көресің да, сенде қалыптасып қалды бала кезімізден. Демек тез баю керек екен деп ше. Басқаларға өзін дәлелдету үшін тез баю керек екен нәрсе пайда болды. Қалып бара жатырмын деген сезім. Қазіргі проблеманың бәрі содан басталған сияқты. Яғни қазір біз тез байығымыз келеді, басқаларға өзіміз тез дәлелдегіміз келеді, тез көрсеткіміз келеді. Тіпті мысалы, жақсы көрген қызың саған қарамай қалса, ертең байып саған көрсетемін деген сияқты ше. Байып саған дәлелдеймін, мен саған көрсетесің, өзі-ақ жүгіресің әлі артынан деген сияқты. Сондай нәрсе бар да, соның бәрі қалыптасып кетті. Бізде қазіргі жастарда және бізден кейінгі жастарда бәрінде сол нәрсе пайда болды. Олар тіптен бағанағы интернет бұл ауруды күшейтіп жіберді. Бай адамдарды бұрын біз мысалы ауылдан ғана көрсек, қазір қолымызда негізінде қолымыздан көрсетіп жіберді. Біз соған қарап біз тіптен асқынып кеттік, тезірек байығымыз келеді да. Мысалы, менің университетте оқып жүрген кезде қасымдағы бала менен 500 теңге алды. Келесі күні келіп тұр маған, брат, кеше сен берген 500 теңгені барып салдым букмекерге дейді да. 45 мың теңге шығарып алдым дейді да. Мен саған қайтадан 500 теңге қайтарайын дейді да. Ана ақшаны енді алайын ба, алмайын ба түсінбей қалдым да енді. Мысалы, ол бала ауылдан келген тап-таза бала еді. Біздің общага тұрған балалардың барлығы темекі шекпейтін, букмекерге ақша салмайтын бала еді. Бірақ қасындағы басқа балалар, 2-ші курстың, 3-ші курстың балаларының бәрі букмекерге ақша салатын. Темекі шегетін, бильярдқа барғаннан көбісі темекі шегіп кететін негізінде. Сөйтіп соларға еліктетті, олар сондай болып кетті, тап-таза келген балалар. Өйткені оларда иммундық нәрсе жоқ оған қарсы. Оларды ана балалардан ақша салып пайда тауып отқан көрді, өздері салғысы келді. Содан пайда болды. Мен енді оған ұрынған жоқпын, Алла сақтады. Мен 22 жасым кезінде университет бітіргеннен кейін менің кейбір қатарластарымды көрдім. Енді өзім сияқты балалар, енді ішпейтін, шекпейтін жақсы балалар, олар мысалы қасымда бірге тұрған бала болды. Ол сол 22-23 жасының кезінде $2 миллион бір ракқа қарсы емдейтін мекемеге аударды, ана бала.
ананы көресің ойланасың, мен не істеп жүрмін деп ше. Бірақ жақсы сезім ғой бұл. Миллион түгілі даже $1000 жетпейтін ақша табасың да ол кезде ше. Мен не істеп жүрмін, қатарластарым қандай болып кетті. Өйткені бала кезден қалып қойған ғой, мысалы біреу уже байып кетті, мен неге әлі байымай жүрмін деген. Сондай ой келді, бірақ енді біз кітап оқуымызды, мысалы жазу қабілетін жетілдіруді, мысалы дизайнерлікті үйрендік сол кезде, журналистік зерттеу жасауды үйрендік. Яғни құр мұңайып жүрмедік, ал үйреніп жүрген өзіміздің табиғатымызға бейім қабілеттерді ары дамыта жүрдік та. Кейін белгілі жасқа келген уақытта, мысалы мен кітап жазамын деп ойлаған жоқпын, бірақ қазіргі уақытта мысалы жазған кітаптарым жазу керек болды, халыққа пайдалы болып жатыр. Мысалы сол арқылы мысалы ақша да келіп жатыр негізінде. Яғни сол мұңайған кездердегі жетілдіруді жалғастырған қабілеттер маған пайдасын беріп кетір да. Менің бір байқағаным, үйренген бірде-бір қабілетім қолданусыз қалған жоқ негізінде. Бағанағы индизайнмен жұмыс жасау, фотошоппен жұмыс жасау, немесе жаза білу, немесе сурет сала білу болсын, барлығы әйтеуір бір міндетті түрде пайдасын алып келді негізінде. Демек, ақша дегенге кішкене бағана сіз айтқан сабыр ете білсек, қабілетімізді арға жетілдіре білсек, ол міндетті түрде келетін нәрсе екен негізінде. Және байлықтың барлығы басқа адамдарға қызмет көрсету арқылы келеді екен байқағаным ше. Мысалы біреудің көңілін тапсаң, біреудің проблемасын шешіп берсең, сол арқылы байлық келеді екен, және ол андай берекелі болады екен да. Мен қоса кетейінші осы кезде. Жаңа айтып жатырмыз ғой, біз сіздерге ақша таппа деп жатқан жоқпыз. Ақша табу керек, ақша керек. Бірақ мәселе мынада да, ақшаға артық мән қоспау керек. Ақшаны тапқаннан кейін бақытты боламын, ананы алғаннан кейін бақытты боламын деп емес. Сол қазіргі процестің өзінде бақытты болуыңыз керек та. Бақытты болғанда ақша болады деп. Керісінше. Қазір бақытты болмасаңыз, ақшасы точно бақытты қылмайды. Себебі мен қаншама адамды білем, ақшасы жоқ кезде бақытсыз болды, ақшасы бар кезде де бақытсыз да. Ал тағы бір таныстарым бар, ақшасы жоқ кезде де бақытты деді, ақшасы бар кезде де өте бақытты да. Сол секілді адам не істемеу керек, қазір процесстен ләззат алу керек та. Және ақша табудың да өзінің бір әдебі бар. Себебі қазір амал көп қой негізі ақша табудың. Көбісі негізі қалай ақша табамын дейді да. Мен айтамын, қалай ақша табамын деп емес, қалай мәнді жолмен ақша табамын деп сұрап. Вот сол қиын. Ал былай жалпы қалай болсын ақша табу қиын емес. Мынандай, және қазір сіздің жұмысыңыз, жасап жатқан жұмысыңыз ақша деген элементті алып тастағанда да мәнді болу керек та. Сол кезде сіз бақытты боласыз. Өміріңіз сол кезде максимумға салады. Мысалы, мен қазір отырмын, бұл жерге ақша алмасам да келемін, менің жұмысым болмаса да келемін да. Жексенбі күнгі. Бүгін демалыс қой негізі. Иә, бізге бүгін демалыс. Бірақ өзім жұмысым болмаса да келе беремін да. Ақша элементін алдым, бірақ сонда да бақыттым, сонда да осы жақсы көремін. Жұмысым ақшасы да мәнді болып тұр. Егер сіз бір жұмысты тек ақша үшін істесеңіз, ол ұзаққа алып бармайды да, ол сезім. Ол кемел болмайды толық, ол не жабылып қалады. Кейін біреуге ренжи бересіз, ашуланшақ боласыз, не істей бересіз. Осы тұрғыда кім Бэкон деген кісінің, ағылшын философы, қателеспесем, сол кісі мынандай сөз айтқан: ақшаны байлардан да көп ойлайтын топ бар дейді. Ол кедейлер дейді. Анау бізде айтылады ғой, ақша жүрекке кірмесін деген сияқты бір сөздер айтылып жатады. Былайша айтқанда, ақша оны көп ойлайтынның жүрегіне кіреді ғой. Бағанағыдай, ал ақша сенің жүрегіңе кірмес үшін, Шыраз айтқандай, оған бір артық мән бермеу керек. Ал ол артық мән бермеу үшін, құндылықтардың кішкене орындарын алмастыру үшін саған бәрібір де Инстаграм қарай бермей кітап оқуға тура келеді. Классикалық кітаптар оқу керек. Сол кезде сенде былайша айтқанда өз-өзіңмен мәмілең дұрысталады, құндылықтарың дұрыс орынға қойылады. Сол кезде ақшамен де проблема болмайды да бағанағыдай. Сосын мына кім бізге қандай кітап тұрғысынан айтып жатырмыз ғой, кітап тұрғысынан біз кім күніге 500 бет оқитын әлемдегі ең бай адамдардың бірі Уоррен Баффетті білесіздер. Енді ол әртүрлі кітап оқуы мүмкін, әдеби кітап оқуы мүмкін, өз саласына қатысты. Бірақ Уоррен Баффеттен үйренеріміз өте көп. Ол кісіге бір кісі айтқан: сіздің байлыққа жету жолыңыз қарапайым дейді. Қарапайым адамдар бұны бәрі жасай алады дейді. Неге бәрі бұны қайталап бай болып кетпейді десе, ол кісі айтады: себебі дейді, адамдар жай бай болғысы келмейді, олар тез байығысы келеді дейді. Түптеп келген кезде бағанағы ішкі мәселелер ғой, сабырсыздық. Яғни сабырсыз болып тұрып, айттық қой маған, сабыр тәуекел деген екі қасиет. Сабырсыз болып тұрып, сіз бір жерден ақша жұлып алуыңыз мүмкін, бір байып қалуыңыз мүмкін, бірақ тура солай жаратып тастайсыз да, ол тұрмайды сізде ақша. Сол үшін
осы қасиеттермен жұмыс істеу керек. Осы қасиеттерге жұмыс істеу үшін бізге кітап көмектесу керек. Ақша психологиясы деген кітап бар, жаңа Уоррен Баффеттің мысалын зерттейді, яғни ол қалай бай болды деген. Қазақшаға аударылған. Иә, ақша психологиясы мазмұндама баспасынан шыққан. Сол кезде былай айтады: негізі Уоррен Баффеттен көбірек ақша тапқан инвесторлар өте көп. Бірақ олар 10-20 жыл ғана жұмыс істеп, кейін арғай зейнетке шығып, арғай демалысқа кетеді. Ал Уоррен Баффет көп ақша таппаса да шығынға ұшырамай 82 жыл бойы инвестиция жасап келген да. Аз низкий риск қой, аз рискпен. Соны ұзақ жасап келген. Сол сияқты сабыр ғой. Мысалы, қазір сізге біреу айтса, күніне 3 мезгіл мынаны істе, 82 жылдан кейін миллиардер боласың десе, істемейсіздер ғой сіздер. Бірақ сондай бір сенім керек та. Бір айда 500 мың теңге тапқым келе ма дейтін қызғарақ қойдыңша. Жарнамалар. Ол 500 мың дегенде, мысалы, бұрын 300 мың еді, сол 500 мың көтеріп отқан тұрмын. Оқиға бар емес пе сол? Бір шәкірт ұстазға келеді да, қанша ақша тапсам да жетпей жатыр дейді ғой. Сөйтіп оған ұстаз айтады, сонда айлығының жартысынан жұмыс жаса дейді. Тағы да айналып келеді, тағы да жетпей жатыр дейді. Тағы да азайтып, 20 есе ме азайтады тапқан табысын ше. Соңында барып бір 2-ақ дирхамға ма күн көре алатынын түсінеді да, маған қазір толық жетіп жатыр дейді мына жерде. Демек, азға қанағат ете білсек, яғни бүкіл нәрсе қанағат қой негізінде. Бұл жерде қанағат, мен бұл оқиға қазір толықтыра кетейін. Бұл жерде қанағаттан бөлек не бар? Бір ұстазға келеді шәкірті, сосын айтады, мен 5 динар табам дейді да, айлығы, бірақ ақшам жетпейді дейді. Сосын бұл енді рухани момент бұл жер. Сосын айтады, онда бар да жұмыс берушіге айт, 4 динарға түсірсін айлығыңды. Окей дейді, кетеді. Сосын 4 динарға түсіреді, жетпейді ақшасы. Қайттан келеді, жат ұстаз болмады дейді, 4 динар жетпей жатыр, 5 динар жетпеген, 4 динар жетпейтін анық қой, жетпеді міне десе, онда барда айт жұмыс берушіңе айлықты 3 динарға түсірсін дейді. 3 динарға түсірсін дейді. Сөйтіп барады да, ана түсінбейді енді, қалай 3 динар. Сөйтіп түсіртеді, бір ай өтеді, қуанып келеді шәкірті. Не болды десе, ақшам жете бастады дейді. Қалай десе, мен ұстаз осының себебін айтыңызшы десе, өйткені сен қазір өз айлығыңа лайық жұмыс істей бастадың дейді. Өз айлығыңа лайық жұмыс істей бастадың дейді. Демек, бізде бұл жиі кездеседі. Жұмыста отырады сағат 6-ға дейін, бірақ 6-ға дейін отырғанда Инстаграмда отырады, басқан шұқылап отырады, андай өнімділігін арттырумен айналыспайды. Сөйтіп, бұл енді рухани мәселе, яғни ақшасы, ол тапқан ақшасы негізі сағатқа беріледі ғой. Мысалы, бір сағаттың 2000 теңге, 1000 теңге, 500 теңге. Сол үшін сенің 40 сағаттық жұмыс аптаң бар. Осынша 4 апта жұмыс істейсің, сенің айлығың осындай дейді. А ол сол 40 сағат апталық жұмыстың бәлкім 20 сағатын ғана жұмыс істейді, қалған TikTok пен Instagramда отырады. Демек, сосын жетпейді деп жүреді. 200 мың теңге, 300 мың теңге. Мен айтатын бұл құндылық мәселесі. Бұны құндылықты біз тек қана ойлану арқылы, кітап оқу арқылы отырғыза аламыз. Яғни мынандай нәрселер бар да, мысалы қазіргі заманның мен данышпандар ретінде Рей Далионы мойындаймын, сол кісіні жиі келтіремін. Сол кісі енді миллиардер кісі ғой, қателеспесем, ол кісі өте қызық кісі, бір жағынан байлықта, даналықта берілген кісілердің бірі. Ол кісі мынандай нәрсе айтады: сенің табатын табысың өнімділігіңнен артып кетпесін дейді. Түсіндіңіздер ғой? Өнімділік деген сенің жұмыс істеу, өнім шығару. Мысалы, біз қазір өнім шығарып отырмыз. Мына жерде бір 4 сағатымызды арнап, түсірілім жасап, бір контент дайындап жатырмыз. Бірақ бұл волонтерлық есепте, енді мынаны шығыны, анау-мынау болмаса, яғни мен әрдайым айтамын да, жастармен кездескенде, сен ақшадан бұрын өнімділігіңді арттыруды ойла. Контент өнім, бір нәрсе өнім беруді ойла деймін да қоғамға. Бір нәрсе жаса. Сол кезде мынандай Рей Далио айтады: сенің табысың өнімділігіңнен артып кетпесін. Егер артып кететін болса, мысалы мен өзім оны бастан кешкен, мысалы, түк жұмыс істемей отырасың, бірақ 300 мың айлық түсіп отырады. Сондай кезеңдерін өткен бұрын, оқу бітіргеннен кейін бір жұмыста. Бұл несімен жаман? Бұл жаман жері сіздің, былайша айтқанда, ол Рей Далио айтады: егер сен ақшаң өнімділігінен артып кетсе, сен бәсекеге қабілетсіз болып қаласың дейді. Солай болды да. Мені мысалы жұмыстан шығарды, қысқартулар болды, карантин. Сонымен мені 150 мың айлыққа да алмай қойды да. Өйткені мен енді отырғам ана жерде. Facebook қарап, не қарап. Яғни менің өнімділігім аз болып қалды да немнен, ақшамнан.
яғни сен жарысатын болсаң өзіңнің ақшаңмен өнімділігің жарысу керек. Мысалы мен жақында саяхатқа барып қайттым. Руслан Меделбек деген досым бар, танитын шығарсыздар, журналист. Ол жігіт бір бай адамның өте қарапайым жүреді, қарапайым киінеді, мысалы ақшасын үнемдейді, артық шығындалмайды. Бірақ одан осы Рэй Далион принципін мен анық көрдім. Ол ана жерде енді жанкештілікпен түсіріп жүрді, жай демалып жүрмейді. Ана видеоны түсіреді, YouTube үшін контент түсіреді. Сосын жұмысынан тыс жанпида деген психологиялық не жүргізеді, блог, подкасттар. Былайша айтқанда, оған ешкім саған осыны істесең ақша беремін деп айтпайды. Ол өзі ақшасымен жарысып жүр да, өнімділігін. Сол сияқты бұны жастардың мен санасында отырса деймін осы идея. Яғни сен сол кезде егер сен өнімділігің ақшаңнан көп болса, сен ақшаң өнімділігіңнен қуалап жүреді былай. Түсіндіре алдым ба? Біз көп жағдайда қателесетін себебіміз былай. Ақша көп, байқаған шығарсыздар мысалы. Ақшасы көп, бірақ жұмыс істемей жүреді, сосын жұмыстан қысқарып қалғаннан кейін қарызға батып кететін ситуациялар. Осындай. Яғни осындай бір принциптер бар өмірде. Принциптерді өмірдің бір ақшаның бір жазылмаған заңдарын үйрену керек, оқу керек. Бір Абай айтпақшы, артық білім кітапта жақсы сөз бар. Білім орысша айтқан чувство контроля береді дейді. Келісесіздер ме? Мысалы, сен бір нәрсені біліп тұрсаң, сен ана ситуацияны басқарып тұрғанын сезесің. Таныс жағдай ғой. Білмей тұрсаң, қиналасың. Мынау қалай болды екен? Яғни, артық білім кітапта біз ақша мәселесі болсын, басқа мәселе, еркіндік мәселесі болсын, неғұрлым көп біліміміз болған сайын бізде басқару сезімі болады, контроль сезімі. Болжай аламыз, басқара аламыз дегендей. Осы енді бұл мәселені қозғай кету керек, міндетті түрде. Мынандай сөз бар ғой. Жақсы, кітап оқисың, білімдісің, бірақ неге бай емессің деп айту мүмкін бір адамдар. Жиі еститін сөз. Осыған қалай жауап беретін едіңіздер? Мен айтайын енді бірінші. Сен білімдісің, кітап оқығансың, бірақ неге бай емессің деп сұрақ қояды. Қалай жауап беруге болады? Өткенде мен қалай айтсам болады, мақсат қоямыз ғой, мынанша табамыз, не істейміз деп. Дәл қазіргі уақытта қалай айтсам болады, байлықты мақсат қойсаң, оның амалы басқа болады да. Ал сен басқа нәрсенің амалын істеп, басқа нәрсенің нәтижесін күте алмайсың да. Егер бай болғың келсе, оның амалы басқа. Ал мен өзім үшін барынша уақытымды, өнімді пайдаланып, көбірек үйреніп, көбірек білген жақсы көремін да. Маған сол ләззат сыйлайды. Және сол аралықта ол мүлдем ақша таппау керек деген сөз емес. Еш нәрседен тарықпаймын, қалған кезімде қалағанды аламын, қалаған жерге барам, және қалауымнан тыс еш нәрсені істемеймін. Мысалы сен 10 миллион табасың дейік, 10 миллион табасың, бәріне жетеді, бағанағы өмірің үйренуге бәріне жетеді. Сөйтіп саған біреу келеді да, сен сондай ақылдысың, 2000 кітап оқып тастағансың, неге 100 миллион таппайсың деп келеді біреу. Соған жауап осы ғой. Мен оны не істеймін? Қазір маған мысалы 1,5-2 миллион жетеді. Мен кітабымды оқып жүре берем, жаңа айтқым келетін ойларды айтам деген секілді. Одан артығы уақытпен келе береді ол. Тек мәселе мынада, бұл жас қайтпайды да. Бір қызық нәрсе бар, мені таңғалдыратын. Қазір біреу сізге қанша 25 миллион берем, 25 жыл мен үшін түрмеде отырып бересің бе десе, келісесіздер ме? Серьезно. 25 миллион берем? 25 миллиард дейсіз. Жоқ, теңге қадым, 25 миллион теңге. Есептеп кеттіңіздер ғой, маған 45. 25 жылға мен үшін отырып бер, мен саған берем десе. Аз ба? Қаншаға отырасыздар? Аукцион дейсің ғой. Жоқ, мәселе мынада, бірақ мысалы адамдар қазір бүйтеді, өзінің қазір қалтасы көтермейтін, мысалы ипотекаға үй болсын, не алады ғой 25 жылға. Ол соны алып, ананы төлеу үшін көп арман мақсаттан бас тартады ғой. Инвестиция уже не ғой, соған байлайды өзі. Бір не бар да, айта кететін нәрсе. Яғни адам былай ойлау керек та, мысалы сенің қазіргі адам әдетте мысалы байлығыңнан, бүкіл байлығынан айырылып қалдың дейікші қазір. Қанша байлығың бар, үйің бар, затың бар, сенде бір нәрсе өзгере ма? Солай сұрақ қою керек. Және андай болу керек та, мысалы кәсіппен айналысатындар бар, басқа да бар. Яғни егер сіз қазір нөлге бүкіл бәрі үйіңізден айырылып қалып,
нөлден бастай алатындай соған сенімділік болса жүректе, демек сіз өзіңіз өміріңізде қажетті қабілеттерді өзіңізді дұрыс дайындай алғансыз деген сөзді. Сол үшін біз енді кітапты насихаттап жүрміз. Өйткені артық білім кітапта. Кітап оқысаң бағанағыдай қабілеттерің шыңдалады. Сосын варианттар, шығарылым бойы бәрін айтып жатырмыз. Сол үшін сол кезде сенде бір сенімділік болады. Нөл болсаң да қайттан тұрғызып алуға жағдайың сондай тұлға болуға тырысу керек деп ойлаймын. Мәке, сіздің алып қосарыңыз бар ма? Сол кітап оқу керек. Мен бала кезден бір ойымда қалыптасқан кітаптың шығарманың бірі Мұхтар Мағауиннің Дермене деген шығармасы ол, бәріңіз оқыған шығарсыздар. Мысалы, ол жерде де бір кісі келіп, бір ақсақалмен немересін көбірек біреудің шөбін ұрлауға итермелеп, соңында өзі бүкіл ақшаны ұрлап кетеді, бірақ сол шал соңында рахаттанады да, арам ақшаны ұрлап кеткен дұрыс болды дейді негізінде. Мысалы, бала кезден сол бізді бастауыш оқып жүрген кезде осындай қасиеттерді бойымызға сіңірді негізінде. Әлі күнге сіңіре беруіміз керек, кітап оқи беруіміз керек. Негізі байқасам осындай, мысалы Мәкең көркем әдебиетті көп оқыған ғой, араларыңызда бар. Жалпы көркем әдебиетті оқитын адамдар байлық деген нәрсе керек деп айтады, бірақ қызықпайтын сияқты көрінеді. Мен өзім сондай бақылауым. Бірақ мен бұны себебін зерттеп көрдім. Бір қорытынды сөз болсын. Шәке қалып кеткен жоқ па ештеңе? Бір нәрсе айта салайыншы. Сенека деген Рим философы бар. Сол айтатыны бар. Сенен нені тартып алатын болса, ол сенікі емес дейді. Байлықты да сол категориямен ойлау керек. Байлық ол сіздің қолыңыздағы бар зат емес. Ол шын байлық сізден ешкім ала алмайтын нәрселерді. Мысалы, өткенде Украинада соғыс басталды ғой. Бір күнде соғыс басталып кетті. Мысалы, қаншама адам ипотекасы кетті, қаншама адам 2-3 машинасы, көлігі кетті. Және мысалы бәрі түкке тұрғысы болып қалды. Бәрі қалып тастап границадан жалаң аяқ кетті да. Мысалы, Түркияда жер сілкінісі бар. Ана қиранды, мысалы, біреу біледі қанша жыл ақша жинаған екен ана үйлерге. Сол үшін қанша өмірін сарп еткен екен. Демек, сізден кез келген уақытта біреу алып қоятын нәрсеге жылдарыңызды арнамаңыз да. Ал білім, ғылым сізде өзіңізде мәңгі қалады. Біреу сізді қазір ноутбугыңызды, айфоныңызды тартып алсын, бәрібір ол қайтып келеді. Білім бар ғой басқа. Сол категориямен ойлансаңыздар, өмірде бәрі тамаша болады. Соны айта салайын. Мен сөз қорытындылай салайын. Білімдісің, неге бай емессің деген сияқты. Біз енді ақша деген тақырыпты ашуға тырыстық. Басқа жерде айтпаған нәрселер айтуға тырыстық. Айтылып жүрген нәрселер ғой. Мына Бақытжан Бұқарбайдың бір жақсы мысалы бар келтіретін. Бақытжан Бұқарбай өзі енді кітап көп оқыған кісі, өте білімді кісі. Былай қарасаң қазір егер шындап кірсе, былай миллиондар таба алатын әлеуеті бар, былайша айтқанда. Бірақ оның фокусы басқа нәрседе. Ол кісі бір мысал келтіреді. Ежелгі Грекияда Фалес деген бір ойшылдардың біреуі болған екен. Сол Фалес деген кісіге енді бәрі сөйтіп, сол заманда да осындай адамдар болған ғой. Сен кітап оқисың, осындай білім аласың, білімдісің, ойшылсың, аспандағы жұлдыздарды зерттейсің, болмайтын іспен айналысасың, неге байып кетпейсің дейді да, осы саған білімің қалай пайда беріп жатыр. Ол кезде адамдар да байлықпен өлшеген ғой бір-бірін. Сондай адамдар болған. Сөйтіп, Фалес деген кісі сол астрономиялық болжамдарға қарап, сол жылы зәйтүн деген май өсіріледі екен Грекияда. Соның көп болатын алдын ала болжап, соған қарай шаруашылықты ұйымдастырып, адамдарды іске салып, сөйтіп сол жылы өте көп зәйтүн майы алынып, біраз байлыққа кенелген де Фалес. Сөйтіп айтты да, болма, тынышталдыңдар ма деген сияқты айтқанда, маған ақша табу, байлықты қуалау қызық емес деп айтқанда. Демек, кіріссем мен таба алам, бірақ менде фокус басқа нәрседе. Сол сияқты шынымен де 10 миллион жетіп жүр саған, 2 миллион жетіп жүр. Әркімнің қанағаты, фокусы басқа. Сол үшін мен ойлаймын, кітап кейде бізге кітап оқу, басқа материаларды жоғары қойға тырысам. Мысалы, ұлтқа қызмет, мысалы, бағанағыдай ағартушылық деген нәрселерге, былайша айтқанда, егер сен ол нәрсеге фокусыңды бермесең, өнімсіз болады да. Ол жерде уже сен кәсіпкер сияқты ойланамайсың, қиындау болады. Сол үшін, бірақ жауап осы. Яғни Фалестің мысалында, егер білімді адам, кітап оқыған адам, ақылды адам шындап кірсе, оған оп-оңай ақша табу.
бірақ оның фокус, ол ана Фалестің сөзі бойынша, маған сендер айтқан сияқты көп ақша табу қызық емес дейді. Сондай жауап. Яғни бұл не деген деңгей ғой бұл? Маған не үшін сен бай емессің десе, маған ақша табу қызық емес. Демек, егерде осындай білім алудың, кітап оқудың бір құндылығын төмендеткісі келіп жүрген адамдар болса, қазіргі заманда осы жауапты берген болар едім. Сол үшін барлығымыз кітап оқиық, білімді болайық, және де ол бізден білімді ешкім тартып аламайды. Шын байлық сол. Рахмет достар.